Қайырлы күн, құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Құрметті оқушылар, кезек сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгін де маңызды бір тақырыпты өтеміз. Бұл Орталық Азия өркениеттерінің ежелгі ошақтары, яғни ежелгі замандағы Орталық Азияда қандай өркениеттер болды, жалпы қай жерлер не деп аталды, соны өтетін боламыз. Енді Орталық Азия деген, бұның алдындағы тақырыптарды көрсеңіздер, түсінікті болады. Орталық Азия деген не ол? Орталық Азия деген қазір енді саяси географиялық тар мағынасында 5 мемлекетті айтқанмен, физикалық географиялық мағынасы өте үлкен, иә. Осы Орталық Азияда қандай өркениеттер пайда болды, соны өтеміз. Енді қараңыздар, қандай өркениеттер болды? Маргуш, Бактрия, Хорезм, Соғды, Ферғана, Шаш, Сырдария, Жетісу, Шығыс Түркістан деген осындай 9 өркениет болған. Міне, сонда былай келеді. Орталық Азияда пайда болған өркениет ошақтарының саны десе 9 дейсіңдер. Міне, рет-ретімен Маргуш, кейде Маргиан деп аталады, Бактрия, айта бермейміз онша, иә. Хорезм, Соғды бар, Ферғана, Шаш, Сырдария, Жетісу және Шығыс Түркістан. Міне, осы 9-ын жаттап алыңыздар. Енді Маргуштан бастап жеке-жеке тоқталып, сұрақтарына жауап беріп көрейік. Маргуш өркениеті қарап отырсаңыздар, Өзбекстанда Мурғав жазирасында пайда болған өркениет. Маргуш өркениетінің астанасы Гунур қаласы, яғни орталығы. Ал маңызды қалалары десе 5-ші Намазгадепе мен Алтын Депе деген маңызды қалалары болған Маргуш өркениетінің. Кейіннен Маргуш өркениеті Бактрия өркениетінің қалыптасуына әсер еткен өркениет деп жаттаңыздар, иә. Енді Маргуш өркениетін кейде Окс өркениет деп атайды. Себебі Маргуш өркениетінің негізгі су көзі Амудария өзені болған ғой. Амудария өзенін гректер Окс деп атаған, Окс өркениеті деп. Сондықтан Маргуш өркениетін басқаша Окс өркениет деп те атайды. Жаттап. Маргуш өркениетінде БЗБ екінші мыңжылдықта егіншілік пен қала мәдениеті пайда болады. Яғни егін егет қалалар салына бастайды. Кейіннен Маргуш өркениеті алдыңғы Азия өркениеті мен Инд өзені аңғарындағы өркениет. Алдыңғы Азия деген Иран, Инд өзені деген Үндістан. Осы екі аймақпен байланыс жасаған өркениет осы Маргуш өркениеті дейміз, иә. Кейіннен Араб халифаты, Араб шапқыншылығы болады ғой, 7-ші ғасырда, 8-ші ғасырда, иә. Сол кезде Орталық Азияның көп бөлігін жаулап алады, Маргуш өркениетін толықтай Араб халифаты жаулап алады. Сол кездегі мынау Орталық Азиядағы Араб халифатының орталығы ірі қаласы Мерв қаласы болған. Маргуш өркениетінде орналасқан, қазір Түркменстанда орналасқан дейміз. Ал енді Маргуш өркениетіне байланысты түсінікті болса, сұрақтарға жауап беріп көріңіздер. Өздеріңіз жауап беріп көріңіздер. БЗБ 18-ші 13-ші ғасырлардағы қола дәуірінде Орталық Азияның оңтүстігінде Мурғав жазирасында пайда болды. Қандай өркениет? Маргуш өркениеті дейміз, иә. Келесі, Маргуш мәдениеті тараған Амударияның төменгі ағысындағы аумақ десе, әрине Бактрияға тарады Маргуш өркениеті. Маргуш өркениетін кейде атайды, кейде Окс өркениет деп атайды. Маргуш өркениетінің негізгі екі қаласы 5-ші Намазгадепе мен Алтын Депе қалалары. Маргуштықтардың БЗБ 2-ші мыңжылдықтағы астанасы әрине Гунур қаласы. Маргуш отырықшы егінші және қалалық мәдениеті пайда болған мерзімін ата десе, әрине БЗБ 2-ші мыңжылдықта пайда болған, иә. Ал алдыңғы Азия мен Инд өзені аңғарындағы өркениеттермен байланыс орнатқан қай мәдениет десе, әрине Маргуш өркениеті дейміз. Ал Маргуш өркениетінің жерінде БЗБ 1-ші мыңжылдықтың 1-ші жартысында пайда болған қала Мерв қаласы. Кейіннен мұсылман дәуірінде Орталық Азияның ең басты қалаларының бірі саналды, әрине Мерв қаласы дейміз, иә. Орталық Азияда пайда болған Маргуш өркениетін айттық, Бактрия өркениетін айта бермейміз. Маргуш өркениет тараған Амударияның төменгі ағысындағы өркениет деп жаттаңыздар, болды. Келесі Хорезм өркениетін айтамыз, 3-ші өркениет. Мынау Амудария, Сырдарияның төменгі ағыстарында Арал теңізінің оңтүстігінде пайда болған. Хорезм өркениетінің астанасы Топырақ қала дейміз, иә. Отырықшы егіншілік өркениет осы Хорезмде пайда болған. Міне, Хорезм өркениетін
негізіне айналған жүйе десе суландыру жүйесі. Суландыру жүйесі арқылы егін егіп өздерін асыраған хорезм өркениеті, хорезмдіктер. Енді хорезм дербес мемлекет ретінде өркендеді. Хорезм шахтар мемлекетін білеміз ғой. Кезінде Батыс Қараханды жаулап алып, сол жерде үлкен моңғол шапқыншылығына дейін үлкен мемлекет құрған, иә. Соның кезінде дербес болады хорезм жері. Сосын Хиуа хандығы кезінде де хорезм жері ешкімге бағынбай дербес тәуелсіз болған, иә. Ал енді соғды мына Амудария мен Сырдария екі өзен аралығындағы жерді соғды өркениеті дейміз, соғды жері. Бұның негізгі қаласы соғдылықтардың Самарқанд, кезінде Мараканд деп аталған, иә. Міне соғды жері жалпы Ұлы Жібек жолында трансконтиненталды, былайша айтқанда, делдалдық сауданың басты делдалдары болған, яғни алып сатар. Барлығы Ұлы Жібек жолының негізгі бағыты соғды жері арқылы өткен, және соғдылықтар өте саудагер болған. Қытайлардан сатып алып, европалықтарға сатып, европалықтардан алып, Қытайға сатып, түрлі алып сатумен айналысқан дейміз, иә, соғдылар. Енді соғдылар сауда орындарын ашты. Қай жақтан? Шығыс Түркістаннан, Жетісудан және Тараздан өзінің соғдылар бутиктерін ашқан дейміз, иә. Соғдылар, қараңыздар, арабтар соғды жерін жаулап алғаннан кейін соғды жерін Мәуереннахр деп атап кетеді. Себебі екі өзен аралығында орналасқан ғой, Амудария мен Сырдария аралығында. Арабша мағынасы қос өзен, екі өзен деген мағынаны білдіреді, Мәуереннахр. Сол араб халифаты тұсында да Мәуереннахрдың негізгі қаласы Самарқанд қаласы болды, иә. Кейіннен енді Әмір Темір мемлекеті кезінде Мәуереннахр күшейеді, және Әмір Темірдің кезінде де Астана Самарқанд қаласы болып қалады. Кейіннен Бұхар хандығы тұсында да өзінің дербестігін сақтаған. Ол кезде де Бұхара, Самарқанд қалалары Астана болды дейміз. Ал енді сұрақтарға кезек берейік. Былай кепті, Амудария мен Сырдария аралығындағы ірі егіншілік аймағында пайда болған қала десе, Мараканд, Самарқанд қаласы пайда болды, иә. Соғдының солтүстігінде орналасқан жазира әрине Шаш, қазіргі Ташкент жазирасы. Соғдының солтүстігінде, қазір картамен түсіндіріп жіберемін, түсініксіз болып қалса. Келесі, халық тығыз қоныстанған және бұл аймақ әр уақытта түрлі мемлекеттердің құрамында болды десе, әрине соғды. Ұлы Жібек жолының бойында орналасып, трансконтиненталды саудада делдалдық қызмет атқарғандар әрине соғдылар дейміз, иә. Келесі, соғдылар сауда орындарын ашқан өңірлер, жаңа айтқан Шығыс Түркістан, Жетісу, Тараз өңірлерінен сауда орындарын ашқан. Кейіннен арабтар жаулап алғаннан кейін Мәуереннахрдың астанасы болды, Самарқанд қаласы Астана болады, иә. Ал Әмір Темір империясының астанасы болды, Самарқанд қаласы. Кейінгі ғасырларда соғды қай хандықтың құрамына кірді десе, Бұхар хандығының құрамына кірді соғды жері. Келесі, Ферғана дейміз, Ферғана соғдыдан кейін. Енді Ферғана бұл тау арасындағы ойпат дейміз. Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан арасында үлкен-үлкен таулардың ортасында ойпат жер бар, соны Ферғана деп атаймыз. Ахименидтер династиясы да Ферғанаға қызығып басып алған, яғни Парс империясы Ахименидтер династиясын кер негізін қалап еді ғой, мықты патшалары, Дарий, тағы басқалар, иә. Соның тұсында Ферғана Ахименидтер империясының құрамында болады. Кейіннен Ахименидтер империясын Александр Македонский жаулап алады, иә. Сондықта Александр Македонский да Ферғана жерін жаулап алып, өзінің қаласын салған. Ферғана жерінде Эсхат, Александрия Эсхат деп келеді. Ферғана жерінде Александр Македонский салған. Және Александр Македонскийдің империясының ең солтүстігіндегі шеткі қала осы қала болған болып есептелген екен. Ферғана БЗБ 3-ші ғасыр, яғни Александр Македонский империясы ыдырағаннан кейін БЗБ 6-ші ғасырға дейін түрік қағанаты жаулап алғанға дейін дербес болады, яғни тәуелсіз болады. Ешкімге бағынбай жеке дара билік құрады Ферғана аймағы. Ферғана аймағының солтүстігінде ғұндар, батысында қанлылар, оңтүстігінде Бактрия немесе Юйчжи Бактриядағы, ал шығысында Хан империясы Қытай, иә. Солармен шектесіп жатқан бір күрделі аймақ болған Ферғана аймағы. Ферғана аймағын
Давани деп атаған және ода 70 қала бар деп дерек қалдырған бұл Қытай тарихының атасы Сматсиян дейміз, иә. Түрік қағанаты Ферғананы 6 ғасырда жаулап алады. Өзі 6 ғасырда құрылады ғой түрік қағанаты 552 жылы. Содан кейін Ферғана аймағын жаулап алған. Сосын Ферғана аймағы тәуелсіздігінен айырылып, түріктерге тәуелділікке түседі дейміз, иә. Ферғана аймағында немесе Даваниде дүниеге келген атақты ғалым және қолбасшы десе, Әмір Темірдің шөбересі Бабыр дейміз, иә. Ферғана кейіннен Қоқан хандығының құрамына қосылған. Енді қараңыздар, Қазақстан жалпы Орталық Азияда 9 өркениетті атайтын болсақ, соның 3 өркениеті Қазақстан территориясында жатыр. Ол Сырдария, Шаш, Жетісу өркениеті дейміз, иә. Үшеуі Қазақстан аумағында жатыр. Ал былай кетті сұрақ. Тау арасындағы ойпат десе, Ферғана дейміз. Ал Ахеменид және Александр Македонский империяларының құрамында болған жер десе, бұл Ферғана жері, иә. Ферғана жерінде Александр Македонский салдырған қала десе, Эсхат Александрия дейміз, иә. Александр Македонский империясының солтүстігіндегі ең шеткі қала десе, Александрия Эсхат дейміз. Ал БЗБ 3-ші, БЗ 6-шы ғасыр аралығында Ферғанада болған елеулі оқиға десе, өз билеушілері бар дербес мемлекет болды дейміз, иә. Ферғананың солтүстігінде орналасқан тайпа ғұндар, Ферғананың шығысында орналасқан ел Қытайдың хан империясы, Ферғананың оңтүстігінде орналасқан ел десе, Бактриядағы Юйчжи мемлекеті, Бактриядағы Юйчжи мемлекеті орналасты, әрине Ферғананың оңтүстігінде, иә. Ал Сматсиянның дерегі бойынша Давани, яғни Ферғанадағы қалалардың саны 70 қала. Ферғана түрік мемлекетінің құрамына қашан қосылды десе, 6 ғасыр дейміз, иә. Ферғана жерінде дүниеге келген Бабыр. Ферғана қай хандықтың орталығы болды? Әрине Қоқан хандығының, иә. 18 ғасырдан 19 ғасырдың ортасына дейін өмір сүрген, бір 200 жылдай өмір сүрген мемлекет, иә. Қазақстан аумағымен тығыз байланысты Орталық Азияның ежелгі 3 қала өркениеті, әрине Шаш, Сырдария және Жетісу өркениеттері. Енді осыларды айтайық. Шаш өркениеті, басқаша Ташкент дейміз. Бұл қалалармен айтқанда Шымкент пен Ташкенттің арасындағы аймақты Шаш өркениеті дейміз. Немесе өзендермен Шыршық, Ангер өзендері аралығын қамтыған өркениет десе, Шаш өркениет дейміз, иә. Шаш өркениетінің оңтүстігінде Соғды, немесе Соғдының солтүстігінде Шаш дейміз. Ал Шаштың солтүстігінде Сырдария, Шаштың солтүстік шығысында Жетісу өркениеті орналасты. Енді Шаш жалпы 11 ғасырға дейін Шаш деп аталған. 11 ғасырдан бастап Шаш өркениеті Ташкент деп аталды. Және маңызды қаласы Ташкент қаласы болды, иә. Ташкент үшін 16 ғасырда Бұхар хандығы мен Қазақ хандығы соғысады. Әрине Қазақ хандығының жеңісімен аяқталады. Есім ханның тұсында 200 жылға созылған Бұхар хандығымен соғысты аяқтап, Ташкентті түбегейлі Қазақ хандығына қосады. Сөйтіп, Ташкент қаласы 17 ғасырдың басынан 18 ғасырдың ортасы аяқ жағына дейін Қазақ хандығының құрамында болған. 100 жылдан астам Қазақ хандығының құрамында болды. Кейіннен оны Қазақ хандығынан Қоқан хандығы тартып алады, иә, Ташкентті 18 ғасырдың соңында. Одан кейін Қоқан хандығынан 19 ғасырдың соңына қарай, нақты жылын сұраса, 1865 жылы Ресей империясы жаулап алады, Ташкент қаласын. Сөйтіп, Ташкент қаласы Ресей империясы құрған Түркістан өлкесінің орталығы болған. Ана Дала өлкесі Түркістан өлкесі деп бөліп еді ғой. Даланыкі Омбы қаласы болса, Түркістан өлкесі Түркістан генерал-губернаторлығының орталығы Ташкент қаласы болады, иә. Ал енді осыларды айтайық. Соғдының солтүстігі мен Шыршық және Ангер өзендерінің алабын, сондай-ақ Сырдарияның оң жағалауын қамтитын аймақ десе, Шаш дейміз. Шаш аймағында орналасқан қазіргі қалалар Ташкент пен Шымкент қалалары, иә. Шаш шаһары 13 ғасырдан бастап атала бастады, әрине Ташкент, Ташкент деп те келуі мүмкін, иә. 16 ғасырда Қазақ хандығы мен Бұхар әмірлігі арасында тартыс басталды. Қай жер үшін? Әрине Ташкент үшін талас басталған. 17 ғасырдың басынан 18 ғасырға дейін Ташкент қаласын иеленген мемлекет Қазақ хандығы, иә. 18 ғасырдың соңына
Ташкент кімнің билігіне өтті? Қоқан әмірлігінің билігіне өтеді. 1865 жылы орыс әскері басып алған қала, Ташкент қаласын басып алады. Орыс билігіндегі Түркістанның орталығына айналған қала десе, Ташкент дейміз. Келесі өркениет Сырдария өркениеті. Сырдария бұл Шаш өркениетінің солтүстігінде орналасты, жаңа айтқандай. Сырдария Авеста деген Заратуштра діні бар ғой, Иранда пайда болған. Зарастризм діні, Заратуштра негізін қалаған. Зарастризм дінінің қасиетті кітабы Авеста. Сол Авеста кітабында Сырдария қанға атауымен беріледі. Сырдарияны не деп атаған? Авеста қанға. Ал Сырдария жазирасын Сматсиян қанлы мемлекеті деп атаған. Қанлы мемлекеті. Өйткені Сырдария жағасында сол кезде қанлы деген мемлекет өмір сүрген. Сырдарияның негізгі қаласы Отырар қаласы болған. Біраз уақыт Фараб аймағы деп те аталған. Кейіннен енді Сырдария Қарахан мемлекетінің құрамына қосылады. Одан кейін оны Хорезм жаулап алады. Одан кейін моңғолдар жаулап алады. Жалпы моңғол шапқыншылығынан кейін Сырдария жерін Түркістан деп атап кеткен мұсылман жылнамаларында. Енді осыларды сұрайды. Шаштың солтүстігін алып жатыр Сырдария аймағы. Қанға атауымен Авестада кездесетін аймақ десе Сырдария аймағы. Сырдария жазирасын Сматсиян қалай атады десе қанлы мемлекеті деп атады. Сырдария өркениетінің ошағының ірі орталығы болған шаһар Отырар, Фараб шаһары. 10 ғасырда Отырар қаласы Қарахан мемлекет, Қарахан мемлекетіне қарады. Отырар қаласы Қарахан мемлекетінің құрамында болған Сырдария. Қарахан мемлекеті ыдырағаннан кейін Отырар қоластына өтті Хорезмнің. Ал моңғол шапқыншылығынан кейін мұсылман жылнамаларында Сырдария жазирасы аталады Түркістан деп. Ал Сырдария аймағындағы ірі қалалар, ірі шаһарлар Сауран, Созақ, Сығанақ, Сайрам, Сайрамды Испижап деп атаймыз. Сосын Түркістан, Түркістанда Ясы шаһар деп атаймыз. Міне осындай ірі қалалар болды. Келесі қазақ жеріндегі соңғы өркениет бұл Жетісу өркениеті. Жетісу өркениеті Балқаш көлі мен Ыстық көлдің аралығын қамтыған өркениет, екеуінің арасын алып жатыр. Жетісу өркениетіндегі негізгі су көзі бұл Іле өзені. Жетісу жерінде Үйсін мемлекеті орналасқан, Үйсін мемлекетінің орталығы болған. Жетісуда енді қалалар біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырда, 1 мыңжылдықта дамиды. Мысалға, Алмалық қаласы деген бұрыннан келе жатқан қала дейміз. Енді былай кепті, Балқаш көлі мен Ыстық көлдің арасындағы тарихи мәдени аймақ десе Жетісу дейміз. Атауы дәл Жеті өзенде емес, көп сулы деген мағынаны білдіретін аймақ десе Жетісу дейміз. Ал Жетісу өңірінің ең басты су көзі Іле өзені. Ежелгі уақытта орталығы Жетісу аймағының жерінде орналасқан мемлекет, Үйсін мемлекетінің орталығы Жетісуда орналасқан. Ал Жетісуда қалалар дамыды БЗБ 1 мыңжылдықта. Жетісудағы орталық саналған қала Алмалық қаласы, тарихы 1000 жылдан асатын Жетісу өңіріндегі қала десе Алматы дейміз. Енді соңғы өркениет бұл Шығыс Түркістан. Шығыс Түркістан деген Қытайдың батысы ғой. Қытайдың батысында Шынжан деген аймақ бар. Сол жақты бұрында Шығыс Түркістан деп атағанбыз. Шығыс Түркістанда, яғни Шынжан аймағында Такла Макан деген үлкен шөл бар. Бұл шөл, кәдімгі шөл дала ғой. Бір қызығы көшіп жүреді. Бірде солтүстікке қарай, бірде оңтүстікке қарай көшіп жүретін шөл. Осы Такла Макан шөлінде Жаркент, Тұрфан, Қашқар деген ірі қалалар болған Шығыс Түркістанның. Енді осыларды сұрайды. Тянь-Шань тауынан басталып шығысқа ағатын Тарым өзені алқабындағы аймақ десе Шығыс Түркістан дейміз. Тянь-Шаньнан басталып Тарым өзені аралығын қамтыған. БЗБ 1 мыңжылдықта Шығыс Түркістан аймағындағы шаһарлар, пайда болған шаһарлар Шығыс Түркістан аймағындағы Такла Макан шөлінде пайда болған шаһарлар десе Такла Макан дейміз. Такла Макан жазирасы пайда болған. Сол Такла Макан шөлінде пайда болған қалалар десе Тұрфан, Қашқар, Жаркент қалалары пайда болған дейміз. Осымен бітті, құрметті оқушылар. Түсінікті болды деген ойдамын. Сұрақтармен қоса талдадық. Түсінбесеңіздер қайта көріп шығыңыздар, қайталаңыздар. Жақсы ма? Жақсы, сау саламатта болыңыздар. Келесі сабақта кездескенше.